Иншаллах, әрбір көрерменіме осындай тамаша үй жұғысты болсын. Сәлем әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Эксклюзивті жобамен үй іздеп жүрген жан болсаңыз, бұл видеоны жіберіп алмаймыз. Мұқият соңына дейін көреміз. Қараңыздаршы, 500 шаршы метрді құрайтын, 1,5 деңгейлі, барлық үйдегі площадьтің бәрі жилой, орналасқан жері тамаша, мінекей Бәйтерековадан 200-300 метр қашықтықта орналасқан 8 соттық жер телімі 100% жиһаздармен сатылымға шығып тұр. Мінекей даламыз қандай әдемі болса, үйіміз одан да әдемі. Тамаша холл бөлмесі. Қараңыздаршы, европейский стильді осындай неоклассикалық ремонтымен бұл холл бөлмемізде өте үлкен жарық беріп тұратын, көрік беріп тұратын панорамный терезелеріміз. Есігі де бар, мінекей террасаға шығып кететін. И үйдің проектісі өте тамаша, уникальный проект. Қазір бірінші прихожийді көрсетейін. Қай жақтан кірдік, чтоб сіздерге түсінікті болу үшін. Мына сырттан кіреміз. Өте тамаша, қолайлы үлкен отбасыға. Кірген кезде осындай керемет төбе биіктіктер 3/6-ны құрайтын. Мына оң жақта гостевой санузел, ванныймен. И мына жерде сразу шкаф орнатылған, мінекей гардеробная. Ал мынау жаңа сіздерді таныстырған керемет холл бөлмеміз. Холлдан қазір жан жақты зал, жатын бөлме. Ал мына жерде мінекей аркамен кіріп кететін тамаша отбасылық ас бөлмеміз. Қараңыздаршы, уникальный проект, эксклюзивті жоба, столовая. Бұл жерде 4 бірдей жап-жарық терезе, панорамный. И және мына жерде толық жиһаздармен, техникамен жабдықталған ас бөлмеміз, островок. Даже посудомоечный машинамызға дейін, түрлі пештерге дейін, бәрі фирма Bosch. Дайын ас бөлмеміз. Әрбір көріп отқан жандарға осындай тамаша үйлер жұғысты болсын. Үй іздеп жатқан достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Мына қараңыздаршы, бұндай үй күндеге сатыла бермейді. Бұл отбасылық мастер спальня болып саналады. Барлық жиһаздың бәрі жаңа айта кеткендегідей истикбал, неке мына өзінің отдельно жуынатын душевойы. Есіктерінің бәріне мән береміз. Өте жоғарғы сапада ауыр есіктер, биік төбе биіктіктері где-то 2-4 құрайды. Осындай тамаша өздеріне арнап салынған үй. Ал мынау төрде қонақ күтетін өте үлкен, кең, жап-жарық зал бөлмеміз. Негізі үй жап-жаңа, небәрі 1 жыл болған. Бұл үйдің салынғанына 2024 жылғы үй, осындай өте жоғарғы сапада, өзіме деп салынған үй болғандықтан, бұл үй міндетті түрде тез сатылып кететіне сенімдіміз. Неке зал толық жиһазбен тоже жарасымды жабдықталған. И және бұл үйде қазір 4 бірдей жатын бөлме. Ал мына жерге кіретін болсақ, бұл екінші жатын бөлмеміз. Мінекей бұл жерде де жиһаздар Bellona, барлық жерде бренд жиһаздармен қамтама етілген. Бұл екінші жатын бөлмеміз. А мынау үшінші жатын бөлме ұл балдарға арналған өте кең просторный, 2 бірдей терезесі бар. Үй негізі жап-жарық, просто қазір жабық тұр терезелері. Неке осындай тамаша, жарасымды ұл балдарға арналған жатын бөлмеміз. И және мынау қыз балдарға арналған осындай керемет, принцессаларға арналған тамаша розовый жиһаздармен бұл 4-ші жатын бөлмеміз. Ал бізбен бірге боламыз. Енді ең қызығы алда. Мінекей қараңыздаршы, көріп, комментарий қалдырып, әрбір сүйсініп, до конца соңына дейін көріп отқан жандарға жұғысты болсын осындай үйлер. Мінекей қызықтың бәрі алда дегенім, біздің 40 градус Шымкенттің ыстығына бізде осы мінекей цокольный этаж баршамызға осы қажет ететін өте үлкен цокольный этаж. Бұл жерде свободная планировка, мінекей көріп тұрсыздар, бөлме емес, осындай тамаша күнделікті отбасылық холлымыз, рабочая кухня, ар жағында мінекей тоже зона отдельная, как спорт залы ретінде бильярдны қойсаңыздар да, игровой жасасаңыз да, мінекей тамаша осындай свободная зонамен қалдырылған өте үлкен тағы бір бөлме, мінекей аркамен. Және бізде мына жерде домашний кинотеатрға арналған осындай тағы да караоке дейміз ба, мінекей тағы бір мынандай жабық бір бөлмеміз бар. Қараңыздаршы, жаныңа не керек,
Осы үйдің ішінде бесполезный площадь жоқ бұл жерде. Ал мына бұрыштың өзінде айттым ғой жаңа, барлық жерді бұлар грамотно қолданған. Мына жерде артық жаңағы банки, склянки, шағын ғана кладовка и және жанына артқы аулаға шығып кететін есігіміз бар. Ал мынау бөлме бізде как прачечная, гладильная, печка орнатылған үйдің жүрегі, және де мінекей санторап, душевая, және мынау саунаның орны.